Итак, достар, мен сабаққа кеттім. Мен андай кофточка кидім кеше алған. Андай шалбар, кроссовки и мына сумочка. Все, мен кеттім. Бүгін мен өте кеш шығамын, сағат 4:30-да да шығамын мен бүгін. Прям күн шығып тұр. Қазір біз екінші пар болып жатыр. Біз басқа группамен отырмыз, себебі расписание дұрыс берілмеген. Қазір лабораториялық жұмыс. И біз, например, бір преступление болғанда суретке түсуді үйреніп жатырмыз, криминалистердің жұмысын. Ал мына жерде бізде типа выстрел болды. Оқпен адамды атқан ұқсап. У нас очень весело. Итак, достар, бізде қазір үшінші пар лекция болады, параллельный группамен. Вот. Бізде еще новый столдар қойып тастапты бүкіл жерге. Біз без перерыва жазып жатырмыз ба бәрін. Почеркің кішкентай ғой. Итак, достар, барлығыңызға қайырлы кеш. Қазір сағат 9:30 болды. Мен бағана сағат 6-ға таман үйге келдім. Кешкі ас ішіп, 1 сағаттай ұйықтап алған болатынмын. Кеше біз толықтай менің комнатамды босаттық, мебельді бұзып, сыртқа шығардық. И бүгін азаннан бастап менің комнатамда ремонт басталды. Итак, достар, мен алдын айтқан болатынмын комнатама ремонт жасаймын деп. И күз басталғаннан кейін ремонтты да бастайық деп шештік. Әйтпесе жазда мен өз өзіме бір жеп кетемін деп. Вот, бүгін мебель бұзатын адамдар келіп, внезапно болып қалды. Соның барынша жинастырып, қалғандарын осылай алып келе салдық подвалға. Мен енді бір 3 аптадай осы подвалда тұра тұрамын. Жерде заттарының бәрін бір-біріне тығып жібере салдық. Енді уақыттың тығыздығына байланысты. Мебельді қазір босату керек. Бұларды біз неге шилге жібереміз. Мына жақта киімдер. Мына киімдерді шкафтан алып, дәл сол күйі әкеле салдық. И мына затым, бұл жерге мен енді универ басталды, поэтому киімдерді үтіктеп қойып, осыған іліп қойып түнде, и ертесіне өшіп кете беремін. Вот, осылай подвалда 3 аптадай тұра тұрамын енді. Осылай амалдаймын, амал жоқ. И қазір мен артында тұрған тартпа суырма, осыларды босатып шығам. Потому что ертең уже мебельді алып кетеді. Маған үшін бәрі бардак болып жүрді. Нәрсені тығып өйсіп алып келе салдық. Мына тартпаларды қазір босатамын. Мына жерде айтып өткендей нәрсе салдық. Кеше мебель бұзатындар аяқ асты кеп қалды. Басқа күні бос емес болғандықтан бізде жылдам босатып бердік. Мына жерде де тоже әр нәрсені салып тастағанбыз. Короче, осының бәрін қазір мына пакетке салам. Мына 2 пакетке салып шықтым. Мынаны босаттым. Мен әлі да біраз жұмыс күттір. Итак, достар, мен универдемін. Бүгін осылай киініп келдім. Біздің бірінші лекция жазған. Бізде сот сараптамасы деген сабақ болып жатыр. Бізде наконец-то лекция бітті. Енді лабораториялық бір жұмысқа бара жатырмыз. Әсел, ощущение қалай? Енді басталды, бірақ біз шаршаватырмыз. Майла, привет, десей. Бізде сабақтардың бәрі бітті. И қазір біз сағат 4:30-да практика қорғаймыз. Себебі 3-ші курста практика өте ұзаққа созылды. Оны қорғайтын кезде бәрі отпускке шығып кеткен болады мұғалімдеріміз. Поэтому қазір
сағат 4:30, то есть 5-те қорғаймыз. Біз просто 4:30-да уже универге қайтып келулеріміз сұрады. Ал сабақтарымыз біздің 1:30-да біткен болатын, 1:40-да. Итак, достар, біз практиканы қорғадық. Қазір үйге қайтып бара жатырмын. Итак, достар, мен қазір курсыма келдім. Үйге барып киініп шықтым. Қазір бізде сағат 6-тан астым. Бәрібір де бүгін өте сабақ деп шештік. Осы сабақты санағанда тағы 3 курс болады, одан кейін уже бітеді. 3 рет сабақ болады, одан кейін курсым бітеді. Қазір ертерек келіп қойдым. Все, мен курстан шықтым. Итак, достар, мен бағана универден шығып, үйге келіп киім ауыстырып, сонымен курсқа кеттім. Курстан келіп тамақтанып алдым. И бізде екінші комнатада ремонт басталды. Ағамның заттарын осында келді, на подвалға, осы жерге, мен жатқан жерге, даже киімдерін ілдік. Қазір енді мен ертеңге сабаққа киім дайындап жетем. Біз еще алғашқы апта болғаннан кейін үй жұмысы ондайлар жоқ болғаннан кейін пока нормально болып жатыр. Келесі аптада уже басталады. Бізге уже 2 сабақтан 2 презентация беріп қойды. Келесі аптаға. Қазір душқа шығып, душқа түсіп шықтым. Мен қазір шашымды кеп тұрып жатырмын. Бізде подвалда спортзал бар. Поэтому осы айнаға, шашымды сеңгеде осы жерде отырамын. Так, достар, барлығыңызға қайырлы таң. Бүгін бізде пятница. Біздің үйге дәрігер келді қан алуға. Бізден мама екеумізден қанымызды алады. Потом мен жиналып универге кетемін. Қазір таңғы сағат 7:30. Все, менен қан алды. Бір азанмен келеді екен, ашық қараңға дұрыс екен. Қазір мен универге жиналамын сабаққа. Итак, достар, мен осылай кетіп баратырмын бүгін универге. Зарядкам газ салып үлгерген жоқ, газ салып машинада. Бүгін өйстіп киініп баратырмын. Бүгін бізде дала суық. Ақ рубашка, қара шалбар, осындай сыртыма қара кофточка. Вот, осындай укладка істеп үлгердім. Дала салқын ғой бүгін. Бүгін де өте көп сабақ. Блин, мен вообще кешенің өзінде зорға ждадым. Сабақта отырып, әлі жаздан кейін үйрене алмай жатырмын әлі. Бүгін тіпті одан да көп сабақ. Итак, мен парковкаға қойып, универге кіріп жатырмын. Әлі апай жоқ екен, мен 2 минутқа кешігіп келе жатырмын. Бізде қазір лекция басталады, 100 минут болады. Одан кейін тағы лекция бар, ол да 100 минут болады. Kurал erişeni kapıdan sonra. Boğamaya. Vay boğamaya. Bir жарты. Ең соң апай айтады, апай біз бәріміз болсын, оны өліп әуре болмайды. Итак, достар, біз лекциядан шықтық наконец-таки. И слишком көп ненужный информация бар. Біздің түр қанша пар болды бізде? 5-ші пардан кейін түріміз осы. Итак, достар, біз неужели сабақтан шықтық. И қазір тамақтануға келдік Мегаға. Біз еще соңғы сабағымыз болмайтын болғаннан кейін, Мегаға келіп тамақтанайық деп шештік. Бағана айтып өткендей тамақтануға келдік, фастфуд. Да, қате болды, ну ладно. Фастфуд жемегімізге біраз болды, я. Итак, біз Марвиннің ішінде жүрміз. Мегада бұл тамақтанып болдық. Прикольный нәрселер өте көп. Бірінші жинайтын ол кезде 18 мың, 19 мың тұрады, қазір 31 мың тұрады. Оның бәрі. Мынау емес, әшейін күні куклалары да. Итак, достар, мен қазір үйге қайтып бара жатырмын. Бағана Әсел екеуміз тамақтанып болғаннан кейін Мегада мен торговый центр Аль-Фарабиге барып қайттым маманың магазине. Образдар жасап видео түсірдік магазиннің аккаунтына. И қазір мен үйге қайтып бара жатырмын. Вот. Достар, мен уже үйге келдім. Қазірге мен комнатам көрсетейін деп жатырмын, бірақ әлі дайын емес. Екінші этаж осылай болып кеткенімізде менің комнатамда и ағамның комнатасын істеп жатыр ремонт. Ағамның кровати, мен кроватымды, мебелімді уже беріп жібердік. Менің комнатамнан бастайық, бірақ ояқта ештеңе жоқ.
мен рум-тур түсірген болатын, мен гүл комната атқан әйтеуір. Менде люстра болмайды, мындай цветтер. Сосын жанынан түсіп тұратын свет и былай салбырап тұратын. Олар әлі қойылған жоқ. Пока осы ағамның комнатасы. Бұл жақ қандай темно-синий, прям темно-синий қара тұғын обои, потолокта қара тұғын. Ағамның жас кезінде істелген еді, бұл комната енді осылай өзгертіп жатыр. Менде де мынандай салбырап тұратындар болады. Душқа кіріп шықтым. Қазір шашымды кептіріп ештеңе деп жатырмын. Так, достар, мен шашымды кептіріп қойдым. И ертеңге мына алдын помните, мен осыны киемін дедім, бірақ кимей кеттім. Поэтому осыны кием. Алдын алған рубашка мен әлі киіп көрген жоқпын ешқайда. Поэтому ертең универге киіп барам.